Бейне түсірілімге сәйкес, екі жәбірленуші жерде жатқанда сіз бірінші болып жеткенсіз. Соны сұрап тұрмын сізден. Мен барған кезде уже Шерзат марқұм уже отырады, сол кезде барып ұрам мен. Жақсы. Онда жерде жатқан жас бала, жерде жатқан көріп тұрсаңыз, не үшін соқтыңыз онда? Мен ол кезде шатастырып соқтым. Не істеп шатастырып соқтыңыз? Мен жаңа сақалды мылтық атқан ұрайын деп барғам. Шатастырып, кейін видеодан көрген кезде Шерзат тұрғанымды білдім. Сотталушы, ол жерде екі түрлі киім. Полат Шерзат қызыл киімде болған. Гайпаев қара киімде болған. Қалай қызыл цветпен қара цветті шатастыруға болады? Жақсы, қабылданады, қарсыңыз қабылданады. Қазір бейне жазуды қойып, өзіңізді көрсетіп бере аласыз ба? Сіз әрекетіңізді айтып, көрсетіп бере аламын, иә. Қосыңызшы. Тоқтатыңыз. Осы жерде көріп тұрсыз ба? Иә, ар жағында теуіп жатыр. Ар жағында аяғыңызды көтеріп тұрған сол. Иә. Теуіп жатқан. Иә. Жақсы. Сұрағыңызды жалғастыра беріңіз. Ары қарай қосылса бола ма, құрметті сот осы? Иә? Иә, осы сұрақ болады қазір. Анық көрінеді қызыл киімде екен, құрметті сот. Осы жерде назар аударсаңыздар, осы жерде сұрақ Гүлгожаев, сіз айтасыз, шатастырып алдым деп. Алайда, қалған топтағы балалар бері қарай шегінген кезде, сіз анасының айғалап жатқанына қарамай, одан сайын соғып жатсыз. Не мақсатпен соқтыңыз жерде жатқан баланы? Ол кезде анасын мен біріншіден байқаған жоқпын. Қалай байқамайсыз? Қараңғы болған. Сұрақты жауап берген ғана қойыңызшы. Эмоцияға бермеңізші. Өз әрекетіңізді айтып беріңізші жаңағы видеода. Иә, жаңағы видеода барам, тебем, ұрам. Менің әрекетім сол жерде. Жаңағы шатастырып, сақалдың ұрам деп барам, шатастырам, Шерзатты тебем, соны ұрам. Неше рет ұрдыңыз? Үштен ба солай ұрдым. Қайтадан қосыңызшы видеоны. Үш рет ұрдым ба сондай. Алда қарай. Жақсы, қазір. Тоқта деген кезде тоқтайды. Келдіңіз. Мынау тепкенсіз ба? Бірінші жүріп келіп. Иә, тепкенмен. Қазір тағы бір рет тептіңіз. Тұрсыз. Тоқтап тұрсыз. Ары қарай алып кетті. Сіз тағы да мына жерде тағы да теуіп қолмен ұрдыңыз. Қолыңызда бірдеңе болды ма сол кезде? Тағы да ұрдыңыз. Болған жоқ. Неше рет теуіп, неше рет ұрдыңыз? Точносын ұмытып қалдым, мынау видеодан алыс болып тұр, өзім санап атқан жоқпын. Жақсы, сұрағыңызды қоя беріңіз. Бишимбиева жалпы онда не үшін қорғады баласын? Себеп болған шығар баласын қорғауға? Енді ол кісінің мен білмеймін ғой. Баласы болғаннан қорғаған шығар. Вот, баласы болғасын қорғап тұр. Не үшін және кімнен қорғады? Оны білмеймін. Айта алмаймын оны. Не үшін, қалай? Сіздер соққы көрсетпесеңіздер, баласын қорғаушы ма еді? Түсінбедім. Сіздер соққы жасамасаңыздар, жәбірленуші Полатқа Бишимбиева өзімен өзі баласын қорғаушы ма еді? Ол жақтан бірінші мылтықпен атып, шақпен шықпаған кезде ондай төбелес, ондай ұрып соғу болмайтын еді. Мен сізге башағын айтып тұрған жоқпын. Жалпы Бишимбиеваның іс-әрекеті бойынша сізге сұрақ қойып тұрмын нақты. Бишимбиева. Сұрағыңызға нақты жауап берді деп ойлаймын. Сіз өйтіп қысым жасамасаңыз деп ойлаймын. Жоқ. Қорғаушылар қысым көрсетіліп жатқан жоқ. Қысым көрсетілсе сот әрекет жасайды. Сотталушы өзінің құқығы бар, жауап берем десе де, жауап бермеймін десе де.